Қайырлы күн. Бүгінгі видеода дайын тортты қаптаймыз, яғни тортқа обтяжка жасаймыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қант, диоксид титананы қосып, осылай миксермен аппақ болғанша миксерлейміз. Сосын үстінен сүзбелі ірімшікті салып, тағы да жақсылап түйіршіктері кеткенше миксерлейміз. Бұл крем бізде крем-чиз на масле деп аталады. Міндетті түрде сары майдың сапалысын қолданамыз. 82-де 5%-дан жоғары майды қолданған дұрыс. Креміміз сүзбелі ірімшіктің түйіршіктері ыдырап, біркелкі масса болғанша осылай жақсылап миксерлейміз. Миксердің төменгі жылдамдығында. Лопатканың көмегімен жақсылап бір рет араластырып аламыз. Арасында қандай да бір ауа араласпай қалғандары болса, араласу мақсатында. Дайын болған кремімізді кондитерлік мешокқа саламыз, өзімізге керек мөлшерін. Кондитерлік мешокпен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Осылай кремімізді салып алып, ұш жағын кесеміз. Кондитерлік мешоктың артқы жағын осылай қолымызға ыңғайлы етіп бұрап қолданамыз. Бірден тортты қаптауға кірісеміз. Бұл торт тапсырысқа дайындалып жатқан торт. Ішіндегі начинкасы шокобанан. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша сыртындағы крем аз болсыншы деген тапсырыс болған еді. Сол себептен мен жұқа етіп жағудамын. Қалған кремімізді мешокқа салып, осылай үстінен жетпеген жеріне жағып қолданамыз. Тортты қаптауға осындай шпатель және спатула қолданамыз. Өте ыңғайлы жұмыс жасау. Видеода көрсетілгендей жұмыс жасаймыз. Торттың сыртын қаптаған кезде шпательді мүлдем баспаймыз. Шпательді тортқа ыңғайлы етіп орналастырып, жай ғана ұстап тұрамыз. Сосын поворотный столикті қолымыздың көмегімен айналдырамыз. Тортты қаптауды қай жерінен бастайтыңыз өзіңізге байланысты. Маған осылай ең алдымен жанын қаптап, кейін үстін дұрыстаған ұнайды. Спатуламен үстін осылай жайлап тегістеп шығамыз, қатты баспаймыз. Жалпы тортты тегіс әдемі қаптау ол практикамен келеді. Яғни тәжірибеңіз әр қаптаған сайын арта береді. Тортты жалпы идеальный етіп қаптау ол әрбір кондитердің арманы деп айтсам да болады. Тортты қаптайтын, тортпен жұмыс жасайтын бөлмеңіз салқындау болғаны дұрыс. Алдағы уақытта осылай тортқа обтяжка жасаудың видеоларымен бөлісіп отыратын боламын. Сонымен қатар кондитерлерге ең басты қажет құрал-жабдықтарға обзор жасаймын. Спатуламен осылай бетін тегістейміз. Кейін спатуламызды үнемі осы шпательге қырып алып отырамыз. Спатула басында артық крем болса, тортыңыздың беті тегістелмей қояды. Сондықтан спатула тап-таза болған дұрыс. Тортымыз осымен дайын, қапталып болды. Тоңазытқышқа қоямыз. Торттың декорын тортты салқындатып алып, бірақ жасаймыз. Міне мен тоңазытқышқа қойып алдым. Енді осындай ішіндегі начинкасы шокобанан болғандықтан сәл-сәл көрініп тұрған жерлеріне осындай әдемі гүлдердің формасын орналастырамын. Тура осы торттың сыртын қаптаған кремнен аздаған крем қалған болатын. Соған розовый красительді аздап қосып, осындай әдемі түс шығарып аламыз. Содан кейін қолымдағы мастихиммен осылай әдемілеп гүл орналастырып шығамыз. Мастихиммен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Жалпы кез келген тортқа өз қалауыңызша осылай декор жасасаңыз болады. Осындай гүлмен қоса мен осындай посыпкалар қолдандым. Ақ түсін және розовый түсін. Осындай кішкентай детальдардың өзі тортқа кәдімгідей әдемілік береді. Міне торт та дайын болып қалды. Тортымыздың декорлары дайын. Тек қана үстіне қоя саламыз. Мен алдын ала дайындап қойғам.
Каналымды қолдап тіркеле отырыңыз. Міне бізде осындай өте әдемі торт шықты. Назарларыңызға рахмет.